Видео басталмас бұрын хабарландыру. Біз қазақ ютубында өзіндік орны бар видеоблогер Алмаз Уалиевпен бастескен болатынбыз. Бәс бойынша егер Алмаз бір аптаның ішінде өз арнасына 5000 тіркелуші қосса, ол Скаврон арнасы көрермендерінің кез келген тапсырмасын орындайтын болады. Сол үшін сіз де бәстен құр қалмаңыз. Скаврон арнасы бәсті жеңуге көмектесіп жіберіңіз. Ал біз Египетке дәл қазір сіздермен бірге аттанатын боламыз. Египет құмды шаһар. Бұл жердегі ең басты ерекшеліктердің бірі ұлы пирамидалар. Біздің уақытқа дейін жеткен әлемнің 7 кереметінің бірі. Сонымен бұдан 4,5 мың жыл бұрын салынған бұл пирамидалардың технологиясы неліктен керемет? Дәл осы пирамидалар біздің заманымызға дейін жойылып кеткен мамонттардың замандасы болған. Бүгін Скаврон арнасымен бірге әлемнің ұлы кереметтерінің бірі пирамиданың құрылысын бірге сараптайтын боламыз. Салмағы 5 миллион тонна, ұзындығы 147 метр. Хеопс пирамидасы планетамыздағы жүздеген пирамидалар ішіндегі ең үлкені. Оның құрылысы да құпия. Құрылысын үлкен көлемде түсіну үшін Жан-Пьер Уденнің гипотезасына сүйенетін боламыз. Өйткені бізге белгілі әртүрлі үлгілерден тек Жан-Пьердің болжамы шындыққа жанасады. Ең бірінші пирамиданы ұғыну үшін біз сол заманға аттанайық. Пирамидалар перғауындардың мазары ретінде салынған құрылыс. Ежелгі Египет жазбалары бойынша әр пирамиданы салу үшін 20 жылдан астам уақыт кеткен. Ең алғашқы пирамидалар Джосер пирамидасы сияқты баспалдақ күйінде болған. Ал ең бірінші түзу пирамида ол Снофру пирамидасы, Хеопстың әкесі. Осындай алып пирамидалар салу тек бір ғасыр ғана өмір сүрді. Бір ғасырдан кейін Египетте аштық, соғыс басталды. Осындай қиын қыстау кезеңде пирамидаларды қалай салған туралы жазбалар да жоғалып кеткен болатын. Сондықтан бүгінгі күні ғалымдар тек болжам күйінде пирамида құрылысын анықтауға мәжбүр. Жақында ғана египтологтар пирамида құрылысшыларының ауылын тапты. Зерттеу нәтижесінде олар құрылысшылардың бай тұрғанын анықтады. Күнде етпен қоректенген, жақсы жатын орынмен жабдықталған. Олар үшін ұлы перғауынға жұмыс істеу мәртебе болып саналған. Дәл осы ержүрек құрылысшылар салған пирамида өз-өзін жоғалтпай, қазіргі таңға дейін алғашқы нұсқасын сақтап келе жатыр. Таныс болыңыздар. Бұл Жан-Пьер Уден. Өз үйін және фермасын сатып, толыққанды пирамидалардың құпиясын ашуға көшкен. Өзі тұратын кішкене ғана үйде ол күніне 10 сағат бойы пирамида сызбаларын қарап, құпияны ашуға тырысады. Енді осы Жан-Пьердің сызбасын талқылап көрелік. Сызба бойынша құрылысшылар ішкі пандус пен спиральді бойлай тастарды тасыған. Өз табысын әлемге көрсету мақсатында ол египтологпен жұмыс істеуі тиіс болатын. Сондықтан ол көп кешікпей Боб Брайер есімді египтологпен танысып, бірге жұмыс жасады. Пирамиданы шын көзбен қарау үшін Египетке аттанады. Ендігі кезекте өзі келтірген сызбаларды дәлелдеу үшін оған дәлелдемелер керек. Пирамиданы бақылай жүріп, оның бір қырындағы платформаны көзі шалады. Дәл осы платформа тастарды пандус бойымен әкеле жатқанда, келесі бағытқа бұру үшін әдейі жасалған болуы мүмкін. Дұрыстап анықтау үшін олар 3D модельдендіруге жүгінеді, және дәл осы 3D модельдендіру Жан-Пьердің еңбегін дәлелдеп береді. Шынымен де Египеттегі пирамидалар бұлай емес. Ішкі пандус арқылы, ішкі туннель арқылы тастарды тасу арқылы жасалған. Сонымен біздің кезекті бір видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Алмаз Уалиев бәсін ұмытпаңыздар. Және Скавронның ВК парақшасына жазылып кетіңіз.